Қайырлы күн баршаңызға, каналыма қош келдіңіз. Бүгін мен сіздерге дәл осындай мақтадай жұмсақ өте дәмді пирожкидің рецебімен бөлсемін. Іші толығымен пісіп, өте дәмді әрі жұп-жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Бұл пирожкиді жасау үшін ең алдымен қажетті заттардың барлығы жылы болуы қажет. Ең алдымен 1 стакан су және 1 стакан сүт қосып, оның үстіне 1 ас қасық қант және 1 шай қасық ашытқы қосамыз. Қант ерігенше араластырып, оның үстіне жарты шай қасық тұз салып, және де еріп тұрған сары май қосамыз. Илеуіштен өткен ұнды шет-шетінен аз-аздан сала отырып, жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Дәл осындай қолға жабыса беретін өте жұмсақ қамыр шығады. Илеу барысында қолға өте жабыса берсе, 1 ас қасық сұйық май қосып, ары қарай илейміз. Картопты жуып тазалап алып, оны тез пісу үшін дәл осылай етіп, жіңішкелеп кесіп пісіріп аламыз. Картошканы езіп үстіне сары май салып, және де ұсақтап туралған сарымсақ пен дәміне қарай тұз бен бұрыш қосамыз. 40 минут жылы жерде тұрып, ашыған қамырды алып, дәл осылай етіп дөңгелектеп ұсақтап бөліп аламыз. Дөңгелектеп қолымызбен баса отырып, пирожкидің формасына келтіріп аламыз. Ішіне дайындап алған пюрені салып, пирожкидің формасына келтіріп, барлығын жасап шығамыз. Беті кеуіп кетпес үшін міндетті түрде целлофановый пакетті жауып қоямыз. Жасап дайын болған пирожкилерді көтерілу үшін міндетті түрде 10 минутқа бетін жауып қалтырамыз. 10 минутымыз өтті. Келесі кезекте майды ыдысқа құйып алдын ала қыздырып, осы қайнап тұрған майда 2 беті қызарғанша пісіріп аламыз. Достар, менің каналымда дәл осындай қарапайым заттармен жасалатын көптеген рецептер бар. Алдағы уақытта шығатын рецептерді өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Дәл осындай өте дәмді, мақта тәрізді, өте жұмсақ, іші толығымен піскен пирожкилеріміз дайын. Пісіп шыққан пирожкилерді міндетті түрде осындай майлыққа қойып қоямыз. Пирожкилерді пісіруге сұйық маймен қатар өте майлы болмас үшін еріген қойдың тоң майын қоса қостым.